Сәлем көрмен, сіздермен мен Арасынхан, менің ардыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен толықтай J1 визасын қалай алдым, қандай сұрақтар қойды, жалпы осы визаны қалай алғаным жайлы бөлісетін боламын. Себебі мен 2022 жылдың жазын толықтай Америкада өткіздім. Сондықтан тезірек бастайық созбай. Ал сіздер маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Осы сияқты қызықты және пайдалы видеоларды тек мен ардамнан көре аласыздар. Сонымен бастайық. Бұл видеода айтылатын ақпарат көп болғандықтан және сіздерге көру оңай болу үшін мен арнайы тайм-кодтарды қалдырып кетемін. Осы видеоның сипаттамасына немесе пікірлердің арасынан тайм-кодтар арқылы сіздер көре аласыздар осы видеоны. Жалпы J1 визасы дегеніміз ол Америкаға, яғни уақытша жұмыс істеуге рұқсат беретін виза, уақытша. Және осы визаны Work and Travel мен баратындар алады. Жалпы Work and Travel жайлы видео менде 2 видео бар. Мынау және осы. Тезірек осы видеоларды көріп шығыңыздар, бұдан жақта өте көп ақпарат. Жалпы визаға ұсыныс тастау, анкета, ақша беру деген этаптар наурыздан басталады. Яғни сіздер бірінші агентствоға ақша төлейсіздер. Мен шамамен вроде қателеспесем 90 мыңдай кетті маған осындай визовый сбор, бір нәрсе, сір нәрсе дейсің. Кейіннен сіздерге анкета жібереді. Сол анкетаны толтырасыздар. Анкетада барлық өзіңізге тиесілі ақпаратпен бөлісесіздер. Ең бастысы оны мұқият толтыру керек. Себебі сіздің виза алатыныңыз осы анкетаға 50%-дан жоғары өзінің ықпалын тигізеді. Өте маңызды, өте мұқият толтырылатын анкета. Сондықтан мұқият, абайлап толтырасыздар соны. Кететін нәрсе анкета толтыру, собеседование барлығы ағылшын тілінде. Сондықтан кемінде A2 уровень болсын. Жалпы сіздер түсіне алатындай және жауап бере алатындай деңгейде болуыңыз керексіздер. Сондықтан ағылшын тілі өте маңызды. Кейіннен анкетаны толтырып, сізді собеседованияға шақырады. Собеседованияға міндетті түрде дайындықпен барыңыздар. Жалпы собеседованияға дайындық жай ғана қойылатын сұрақтарға алдын ала жауап дайындап, соған дайындалу. Бірнеше сұрақтарды қазір айтамын. Осы сұрақтарды сізге қоюы әбден абзал және 100% қойылатын сұрақтардың бірі сен қай жерде оқисың. Ол сұраққа жай ғана қысқаша өзіңіздің қай университетте, нешінші курс және қандай мамандықта оқитыныңыз жайлы жауап бересіз. Келесі сол оқуды бітіргеннен кейін не істейсің? Сіз нақты айтуыңыз керексіз. Вот мен магистратураға түсем, немесе осы жерде жұмыс істеймін, Қазақстанда нандай нақты сізден жауап күтеді. Бұл сұрақты не үшін қояды? Айтып жатқанымдай, бұл виза уақытша, яғни консул, елші собеседование барысында сізді Қазақстанға қайтып келетініңіз жайлы 100% уверена болу керек. Сондықтан сіздің келешек өміріңізге жоспар Қазақстанда екенін осы сұрақ арқылы дәлелдейсіздер. Келесі үшінші сұрақ ол ата-анаң кім болып жұмыс істейді. Осы жайлы да нақты жауап бересіздер. Осындай, табатын айлығы осындай. Яғни бұны не үшін қояды? Құдай сақтасын, Америкада бір нәрсе болып қалса, ал Америка өте қымбат ел. Сол жағдайда сіз ата-анаңыздан көмек ретінде ақша сұрай алатындай көрсетуіңіз керексіз. Яғни бір нәрсе болып қалса, онда аман қалатыңыз жайлы осы сұрақ арқылы дәлелдейсіздер. Төртінші сұрақ, Америкаға не үшін бара жатырсың? Жалпы не үшін Work and Travelға бара жатырсың деген сұрақ қояды. Жаттап алыңыздар, Work and Travelға сіз ақша үшін емес, сіз бастысы мәдени алмасу, яғни Cultural Exchange Program болғандықтан, нашаққа сіздер мәдениетпен алмасасыздар, Американың күшті мәдениетін көресіздер, тіл үйренесіздер деген мақсатта бар жатқаныңызды түсіндіруіңіз керексіздер. Яғни Америкаға не үшін бара жатырсыздар? Осындай, бұл менің арманым, нандай барынша мәдени тұрғыдан қызығушылық бар екеніңізді айтуыңыз керексіздер. Бесінші сұрақ міндетті түрде қояды, ол сіздің job offerіңіз жайлы, яғни жұмысыңыз жайлы. Себебі сіз ол собеседованияға барар алдын сіздің жұмысыңыз табылған, сіз уже шақыртылғансыз, барлық ақпарат белгілі, сол кезінде ғана сізден собеседование алады. Сондықтан job offer жайлы бәрін жаттап алыңыздар. Менеджеріңіздің атын, қай жерде жұмыс істейсіздер, штат, қала, даже zip-код бар емес пе, кәдімгі код, соны да жаттап алыңыздар, номерларын, почталарын, бәрін жаттап алыңыздар. Қанша сағат, қанша айлық, бәрін job offer жайлы.
Кейіннен уже фристайл ретінде олар сізге кез келген сұрақ қоюы мүмкін. Жаңа консул мысалға маған соңғы сұрақ ретінде сенің сүйікті режиссерің кім деп жай ғана қойды. Себебі менің мамандығым режиссер. Соны біліп, кім сенің сүйікті режиссерің деген кезде сасқалақтамай кәдімгідей жауап бересіздер. Бұл жай ғана сол консулдың сізге қоятын қосымша сұрағы. Сіздің тіл деңгейіңізді, қаншалықты сіздің әңгімені жалғастыра алатыныңызды тексереді осы сұрақ арқылы. Осыдан бөлек маған қандай сұрақтар қойды, оларға қалай жауап бердім деген қызықты ақпараттар осы видеодан көре аласыздар. Мына жақта мен барлығымен бөлістім. Не істедім, не қылдың, тәжірибем, қателіктерім, кеңестерім осы видеодан көре аласыздар. Мен жаңа айтқан сұрақтардың барлығын қағазға жазасыздар, және қағазға сіздің потенциальды жауабыңызды жазасыздар, солай дайындаласыздар. Айнаға қарап па, немесе жай ғана үйде отырып па, уже сөйлесіп атқаныңызды, уже ағылшынша, мысалға hello, I work, I study, бірнәрсе деп уже бастайсыздар, уже ағылшынша сөйлеп, хорошо? Олай керемет дайындықпен сіз собеседованияға кіресіз. Собеседование күні, пожалуйста, сырт келбеттеріңізді реттеп, әдемі болып, өте жандай яркий болып барудың қажеті жоқ. Американың туын киіп алған киімдермен ол вообще дұрыс емес. Жай ғана қарапайым киімде әдемі ұқыпты болып барыңыздар, және ең бастысы ол настроение. Жалпы Америкадағы адамдар, американдықтар, консул, олар өте жағымды адамдар жақсы көреді. Жандай күлімсіреп, настроениесі керемет, күшті болып барған адамдар жақсы көреді. Сондықтан ең бастысы ол күліңіздер, улыбкамен кіріңіздер, hello, how are you деп сұраңыздар жаңа консулдан. Солай атмосфераны дұрыстаңыздар. Атмосфера неғұрлым жағымды, күшті болса, соғұрлым сіздің визаңызды одобрять етеді. Және әрине сенімділік. Себебі бұл собеседование үшін өтеді. Айта кетейін, бұл виза уақытша, тағы да айтамын, сондықтан сіз өзіңізге сенімді болыңыз. Мен Қазақстанда қаламын, себебі олардың бастысы нелегально қалмайтын, яғни заңсыз түрде қалатын студенттерден аулақ болу жаңағы консулдардың мақсаты. Сондықтан сіз кәдімгідей қарапайым адамсыз, себебі сіз заң бұзбайсыз, сіз өзіңізге сенімдісіз, ағылшын тіліңізге сенімдісіздер, және виза алатыныңызға сенімді болуыңыз керексіздер. Өте сенімді болыңыздар. Жалпы сабырлық сақтаңыздар. Сіздің бәрін орындаймыз. Дегенмен не үшін отказ алу мүмкін деген сұрақтарға жауап беріп кетейін. Кейбір жағдайда адамдар J1 визасын алған кезінде әсіресе Work and Travel бағдарламасы бойынша жасы тым үлкен болады. Мысалға 25-тен асады, немесе сондай үлкен жаста болады. Яғни Work and Travel ол студенттерге арналған. Не үшін? Себебі студенттер олар әлі самостоятельный емес, яғни олар үйге қайтып келеді. Тем более оларда оқу бар деген сияқты. Ал егер жасыңыз үлкен болса, онда ойлайды, сен уже самостоятельныйсың, саған аса үйге қайтатындай причиналар жоқ, сондықтан скорее всего сен Америкада қалып кетесің дейді. Сондықтан кішкене ертерек ұсынған жөн. Келесі ол GPA-ң төмен болса, яғни сенің сабағың, бағаларын өте төмен болса, ол өте жаман белгі. Келесі заң бұзған болса, немесе сенің туыстарың осындай виза жайлы заң бұзған болса, ол өте жаман белгі. Сондықтан егерде сен заңсыз қалып кетсең Америкада, кейін сенің інілерің, сіңіл қарындастарың, туыстарың скорее всего тоже отказ алады. Сондықтан өте ответственный бол осы жағдайда. Сондықтан заңды бұзба. Айта кетейін, оларға ең бастысы Қазақстанға қайтып келетін адамды көру. Сондықтан шли ондай Американы жақсы көрем, I love America деп қуып кетпеңдер, Және ағылшын тілі өте төмен болса, не деп атқанын түсінбей жатсаң, жауап бере алмасаң, бірақ қате болса да жауап бер. Ең бастысы үндемей қалмайын, себебі дәл сондай жағдай Американың өзінде болса, сен яғни адамдар түсінбей нетіп қарасаң, онда өте қауіпті жағдайда боласың. Сондықтан өзіңнің ағылшыныңа сенімді бол. Және соңғысы, бірақ ең маңыздысы, ол токсичный атмосферада болмау. Токсик болма, жаңа консулдың ардына барып, мынандай деп
өзіңді қарапайым ұста, себебі Америка сондай адамдарды жақсы көреді, позитивный бүйтіп қалған. Осы кеңестерді сақтай отыра, сіз өзіңіздің армандаған визаңызды аласыздар деген үміттемін. Қобалжымаңыздар, бәрі жақсы болады. Және айта кететін нәрсе, бұларға аса көп визаң қажет жоқ. Но менің паспортым ол новый болып барды. Прям осы work and travel үшін ашқан паспортым. Сондықтан қатты қобалжымаңдар, егер де менің паспортым пустой болса, нәрсе болса, қорықпаңдар. Work and travel тоже қарапайым студенттерге арналған программа, просто қымбат. Қобалжымаңдар, бәрі жақсы болады. Өздеріңе сенімді болыңдар, күліңдер, күшті атмосферада болыңдар. Кейде адамдар отказ алайын деп тұрған жерден алып қалады. Сондай жағдайларға сеніңіздер, өздеріңізге сеніңіздер, бәрі жақсы болады. Сондықтан сіздермен болған мен Ару Асанхан. Мені инстаграмыма тіркеліп кетіңіздер. Керемет күшті фотолар, күшті контент салам, әсіресе рилсқа, сондықтан тезірек тіркеліп кет менің инстаграмыма и менің ютубыма. Мен сіздермен болған мен Ару Асанхан. Менің арнамда бірінші рет болсаңыздар, қош келдіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Сонымен сау болыңыздар. Келесі кездескенше.